Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай өте керемет кожықтардың рецептін ұсынғым келеді. Ал сіздер видеоны соңына дейін қарап, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін барлық керек заттарымызды дайындап аламыз. Ыстық сүтімізге қант, ванильді қант салып, қант ерігенше венчикпен жақсылап араластырамыз. Ал құрамын описанияға қалдырдым, қанша керек екенін барлық заттың. Ал бөлек ыдыста жұмсақ майымыздың үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Оны қол венчигімен араластыруға да болады, мен бірақ миксермен араластырып алдым. Сонымен екі массаны бір-бірімен біріктіреміз, араластырамыз. Бөлек онымен разрыхлителді өлшеп алып, осы дайын массаның үстіне салып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамырды басында лопаткамен араластырып алыңыздар, әдемілеп. Сосын қамыр біраз өзі бірікті деген кезде ары қарай қолыңызбен илесеңіз де болады. Қолға жабысады, ол ештеңе етпейді. Онымен қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Дайын қамырымызды салфанға салып, холодильникте 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан кейін қамырымызды алып, жайып, өзіңізде бар формаменен кесіп, пісіріп ала бересіздер. Менде домалақ форма, мен сол домалақ формамен кесемін. Ал мынау кішкентайлармен қазір қыздарым менімен бірге жасайды, ол сол қыздарыма. Қамырдың қалыңдығы мінекей осындай қалыңдықта қамырды жайып алыңыздар. Сосын домалақ кожықтарымызды кесіп, листке пергамент қағазын төсеп, соның үстіне дайын кожықтарымызды салып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, сосын вилкаменен үстінен сызып, видеода көрсеттім қалай узор жасаймыз, бетіне ол әсемдік үшін. Мен 180 градуста 12-13 минутта пісіріп алдым. Сіздер өз печкаларыңыздың температурасына қараңыздар, солай жасап көріңіздер. Өте дәмді, сондай тойымды, жұмсақ болып шығады. Мысалы, мектепке балаларға алып кетуге пісіріп берсеңіздер де өте тойымды, қарны ашпай балаларыңыз жүретін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рахмет, ас болсын.